Армысыздар, Елбіз телекомпаниясында жаңалықтар, сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Өз таңдауы, азық-түлік алатын аз қамтамасыз етілген отбасылар енді өндірушіні өзі таңдайды. Құтқаруға тырысты. Дәрігерлер нәрестеге қан құйғызудан бас тартқан әйел туралы түсініктеме берді. В средствах массовой информации пишется о том, что мы не прокапали кровь, не оказали помощь. Я вам хочу сказать, что это недостоверная информация. Кедергілер жолы, павлодарлықтар аулаларда жүру мүмкін емес дейді. Вот недавно упала здесь, не могут ни... По этому двору, да, вот. То ли солью пускай посыпят, то ли что-нибудь сделают. Вообще невозможно ходить. Чехов актерлері театр маусымы жабылуына дейін премьералық спектакльдер жоспарлауда. Тонды сатып алу енді оңай әрі қолайлы. Тек қана эталон мехада Ресей тондарына 50%-ға дейін жеңілдіктер. Айына 25 мың теңгеден бөліп төлеуге. Алдын ала төлемсіз және үстемесіз. Сіз армандаған тоныңыз сізді Батыр молдағы сауда ойын-сауық орталығында күтеді. 2-ші қабат. Қызыл калифорниялық құртты өсіру бойынша павлодарлық вермиферма және вермитех плюс жылыжайлық кешені биогумус өзіндік өндірісте жасалған бірегей өнімді ұсынуда. Бұл тыңайтқышты вермитех плюс дүкенінде сатып алуға болады. Сұйық биогумус қызыл калифорниялық құрттардың көмегімен өндірілген, сондықтан өсірілген дақылдардың экологиялық тазалығын қамтамасыз ететін жалғыз тыңайтқыш болып табылады. Сондай-ақ мұнда керемет нәрлі ауа мен ылғал сыйымдылығы жоғары көшеттерді өсіру үшін топырақ ұсынылған. Саябақшылар мен бағбандардың ыңғайлылығы үшін тиімді қаптамада Голландия селекциялық компаниялардың жоғары өнімді тұқымдары бар. Өндірушіден арзан бағалар сіздерді жағымды таң қалдырары анық. Жеткізу қарастырылған. Мекен жайымыз Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 2. Телефоны 8 747 525 3902. Вермитех плюс дүкені. Құрметті Павлодар қаласының тұрғындары мен қонақтары, Апорт алматылық бағалар дүкені кез келген жасқа және маусымға арналған киімдер мен аяқ киімдердің орасан зор таңдауына баға беруге шақырады. Сіздерді керек жарақтардың, үйге арналған тауарлардың, тоқыма бұйымдарды, ыдыс-аяқ, тұрмыстық бұйымдар мен тағы басқалардың мол таңдауы күтеді. Ең кішкентай келушілер де риза болатыны анық. Қолжетімді бағалармен ұсынылған ойыншықтардың әр алуан түрлері дүкен аралаудың тамаша қосымшасы болады. Апорт дүкені сіздерді келесі мекен жайлар бойынша күтеді. Иса Байзақов көшесі 120, Квазар сауда үйіне қарама-қарсы, Лермонтов көшесі 60 және Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 44. Jack S5 қауіпсіздігі жоғары деңгейлі, мықты турбо қозғалтқышы бар, жайлы әрі үнемді кроссовер. Jack S5 6 миллион 300 мың теңгеден бастап, айына 78 мың 919 теңгеден басталатын тиімді несие қол жетімді. Jack S5 сіздің күткеніңізден де асып түседі. Ресми дилер Қамқор авто. Біз торговая көшесі 1 мекен жайында орналасқанбыз. 65 00 65 телефонына хабарласыңыздар. Риясыз әңгіме. Павлодардың ең қайырымды кәсіпкерінің бірі, Жомарт жүрек сыйлығының иегері. Кәсіпкердің де міндеті сол қолында бар тапқан барымен көпшілікпен бөлісу, қоғамға пайдасын тигізу деген сияқты. Сол мен оны міндет деп қабылдаймын. Ең алғашқы кәсібіңіз есіңізде шығар? Пісіретінде өзіміз, технологта өзіміз, түнгі 3-4-ге дейін пісіреміз, курткамызды жайып сол жерде ұйықтаймыз да, таңертең 7-де тұрып сол нанымызды шығарып тарататынбыз. Жас ақын жазушыларға демеушілік көрсететін меценат. Мемлекет тарапынан сонда қолдау жоқ па оларға? Көпшілікке дәл көрініп қалып жатқанда осы момент болып тұр ғой. Бұл еңбек қой, бәлен жыл сол бір күнде жетіп, бір күнде отырағап таңға дейін ана кітапты жазып тастамайды. Бұл деген 4-5 жылдың, ар жағы 10 жылдың шаруасы. Жақсылығыңызды неге жасырасыз? Неге айтқыңыз келмейді? Оң қолыңның бергенін сол қолың көрмесін деген. Көп балалы әке бала тәрбиесі жайлы не айтады? Басты құндылықтар қандай? Баланы сен міндетті түрде бұлай болу керексің, күнделікті өмірде осындай боласың деген сияқты бір қамшылаудың, бір таяқтаудың қажеті жоқ. Қандай болмысың бар, балаңда соны бойына сіңіріп өсет. Неге сіз жастарды үйретпейсіз?
жастарға осындай білім жетіспейтін шығар. Ол өзі бір пайда табудың бір жолы болып кетті ғой негізі. Соған қарсысыз ба сонда? Иә, мен соған белгілі бір деңгейде қарсымын. Ақылы курстарға барып, бір соған ақшасын шығарып, уақытын шығындауға қажет емес дегенім ғой енді. Жексенбі 14 наурыз күні өңіріміздің жомарт кәсіпкері Асылбек Туғанбай риясыз әңгіменің кезекті қонағы. Жастардың санасына ой салатын пайдалы сұхбатты жіберіп алмаңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Близ әйелдер киімдерінің салоны. Павлодарлық колледжде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында пластиктен жасалатын бұйымдар өндірісі қолға алынады. Бұл туралы облыс әкімінің қаламыздағы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарына жасаған жұмыс сапар аясында белгілі болды. Как видите, сейчас также мы заходим в виртуальном цеху. Здесь у нас есть инструменты, то есть все детали будут подсвечиваться. Здесь идет последовательность действий, то есть это режим обучения, то есть наши контролеры, это наши виртуальные руки. Он может взять вот данный или иной предмет и установить на место, где указана, допустим, подсказка. Да? Дәл осылай ақпараттық технологиялар колледжінің тәрбиеленушілері арнайы симулятор арқылы виртуалды түрде тракторды бөлшектеп құрастырудың қыр-сырын жете меңгереді. Бұл жергілікті механизаторлардың жаңа үлгідегі ауыл шаруашылығы машиналарымен танысу үшін мүмкіндіктер ұсынбақ. Ал химиялық колледжде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында пластиктен жасалған бұйымдар өндірісін іске қоспақ. Әріптес инвестор қажетті құрал жабдықтарды орнатып, оның негізінде тәрбиеленушілерді оқытуға дайын. Әбілқайыр Сқақов жобаны тезірек іске қосу үшін Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясын үшінші серіктес ретінде тартуға болатындығын айтты. Это наша гордость в том плане, что этими нашими... Іс-қимылдың бюрократиялық кедергілері болмайтындай барлығын ойластыру керек. Ең бастысы механизмді дайындау. Мұндай жобалар білім беру жүйесінің бизнес құрылымдар мен биліктің бірлесіп жұмыс жасаған нәтижесі деп білемін. Біздің тарапымыздан қажетті қолдау көрсетіледі. Сонымен қатар аймақ басшысы электроника және коммуникациялар оқу мекемесінде робототехника, пилотсыз ұшу аппараттарын басқару, электроника зертханаларында болып колледждің даму жоспарларымен танысты. Тархан Бекишев, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес әлі күнге дейін тоқтап тұрған кәсіп субъектілеріне өтемақы төленеді. Өңірде олардың саны 300-ге жуық. Кәсіпкерлерді толғандыратын 30 шақты өзекті сұрақ онлайн режимде өткен ауқымды кеңесте талқыланды. Алда бизнес жаңалықтары. Өңірлік кәсіпкерлер пандемия салдарынан қиындықтарға тап болғаны бәріне мәлім. Бүгін 7 мыңнан аса нысан шектеулермен жұмысын бастаса, 300-ге жуық әлі күнге жабық күйінде қалып отыр. Бұл тұста Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тимур Құлыбаев павлодарлық бизнесмендермен онлайн жиын ұйымдастырды. Отырыста өзекті деген 30 шақты сұрақ талқыланды. Былтырдан бері біз көтеріп келген мәселенің нүктесі кеше қойылды. Жұмысы тоқтап тұрған бизнестің коммуналды шығындары мемлекет өтейтін болады. Бөлінетін қаражат сомасы әлі белгісіз. Сұранысқа ие тауарларға тапсырыстың жоқтығы кейбір ірі кәсіпорындардың жұмысын тежеп отыр. Нақтырақ айтсақ, Екібастұздағы вагон жасайтын компания 2019 жылдан бері тоқтап тұр. Адамдар табысынан айырылып, жұмыстан кетуге мәжбүр. 300-ден асатын жұмысшысы бар компанияның тағдыры бірнеше рет министрлікте талқыланып, бүгінде 1000 вагонға тапсырыс келген, тек 2021 жылға. Алайда болашағы не болары әлі белгісіз. Осыған байланысты президиум төрағасынан болашақ Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы алдын ала тапсырысты беруін сұрадық. Отандық өнім ел ішінде қалуын бірінші міндет деп санаймыз. Ол жұмысшылардың жалақысы ғана емес, қазынаға түсетін салықтар. Өңірлік фермерлер егіс науқанына бөлінетін субсидияны аванс ретінде ертерек аударса дейді. Суару техникасын алу үшін өтінімдер мамырда қабылдана бастайды. Ал бұл уақытта егін науқаны қызу жүреді. Тапсырыс беріп үлгермегендіктен кәсіпкерлер қосымша шығынға ұшырайды. Осы орайда фермерлер инвестициялық шығындарды субсидиялауға өтінімді ақпанда беру мүмкіндігін сұраған. Осы және өзге де сұрақтардың шешімі алдағы уақытта белгілі болмақ. Жансая Талипова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Бірден 6 жасқа дейінгі балалар бар атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларға тиісті пакеттер үйлеріне дейін жеткізілуде. Бұл үшін өздері порталға кіріп тапсырыс беру қажет. Айта кететіні, олар жеткізуші мен тауарды сапасына қарай таңдай алады.
Егер де 2020 жылы біз егер де 2020 жылы біз атаулы әлеуметтік көмек алушылардың тізімдерін қызмет жеткізушіге берген болсақ, осы жылдан бастап әлеуметтік портал енгізілген болатын. Олар міндетті түрде alimet.gov.kz сайтына кіріп, өздері ай сайын азық-түлік себетін және де 91 рет тұрмыстық химия жиынтығын алады. Жеткізуші әлеуметтік пакетті жеткізген соң, көмек алушы міндетті түрде порталда алдым деген сілтемеге өтуі қажет. Ал өздігінен тапсырыс беруге мүмкіндігі жоқ отбасыларға да жағдай жасалған. Кривенко 25 мекен-жайында және де Бектурова 115 мекен-жайында бізде өзін-өзі қамту үстелдері бар. Ол отбасыларға келіп, өздері заказ бере алады. Айта кететін азық-түлік себетінің құны 5440, ал тұрмыстық химия тауарлары 2400 теңгені құрайды. Әлеуметтік пакет тізімі денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген. Жалпы Павлодар қаласы бойынша атаулы әлеуметтік көмек алатын 1765 аз қамтылған отбасыдан шыққан бала есепте тұр. Арнагүл Исабекова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін перинаталдық орталықта шақалақтың өлімі бойынша айтты. Дәрігерлер әйелдің шынымен де баласына қан құйғызудан бас тартқанын растады. Алайда мамандар соған қарамастан гемотрансфузия шарасына дайындалған. Өкінішке орай нәрестенің жағдайы күрт нашарлап көз жұмды. Бала бар болғаны 25 аптада 700 грамм салмақпен дүниеге келген. Ақ халаттылардың айтуынша жағдайы өте ауыр болыпты. Медициналық көрсеткіштер бойынша оған жедел түрде қан құю керек болған. Сол себепті дереу жансақтау бөліміне жеткізіліпті. Он был транспортирован Жансақтау бөлімінде аман алып қалу үшін барлық шараларды жасадық. Бастапқыда гемоглобині жақсы болған еді. Алайда кейін ол төмендеп кетіп, тез арада гемотрансфузия қажет болды. Ата-аналарымен сөйлескен кезде ол өзінің діни көзқарасына байланысты үзілді-кесілді қан құюдан бас тартқанын айтты. Анасы бас тартса да дәрігерлер қалай болғанда да қан құю қажет деген шешімге келген. Алайда үлгермеді. Қанды жеткізгенше шақалақтың жағдайы күрт нашарлап кейін көз жұмған. О том, что сейчас Қазір бұқаралық ақпарат құралдарында тарап жатқан дәрігерлер қан құймайды, көмек көрсетпеді деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Бала туған кезде жағдайы өте ауыр болды. Перзентханада бала өлімі бойынша тексеріс жүргізілгенін хабарлады. Дәрігерлер бұл ретте алгоритм бойынша әрекет еткендерін айтады. Заң бойынша ата-аналардың бірі қан құюға қарсы болған жағдайда ақ халаттылар соған қарамастан адам өмірін сақтап қалуға міндетті, әрі үнемі солай жасайды. Бибінұр Хамитқызы, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Алдағы демалыс күндері ауа райы 30 градусқа дейін төмендейді. Синоптиктердің мәліметі бойынша кей жерлерде бұрқасын болуы мүмкін. Қала көшелерінің бірінде жатқан еріктің өлігі туралы ақпарат Инстаграмда қызу талқыға түсті. Ирбис телеарнасының тұрақты оқырмандары қаңғыбас иттерді қатаң бақылауға алуды сұрауда. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанат жиһаз үйі. Үйіңізге жайлылық сыйлаймыз. Белгілі болғандай, жануар ертіс жайылмасынан келген екен. Естай көшесіндегі ғимараттардың қасында оған қаңғыбас иттер жолығып, артынан талап тастаған. Қала тұрғындары еріктің орнында кез келген адам болуы мүмкін деп өз қорқыныштарын жеткізді. Қала әкімшілігінен шара қолдануларын талап етуде. Балаларымыз үшін қорқынышты. Мектепте сабақтар басталды. Балаларымыз кешке үйлеріне қалай қайтады? Қалада қаңғырып жүрген иттер жетеді. Оларды қамап тастау керек. Бақылауға алыңыздар. Қалада не боп жатыр? Жабайы иттер толып кетті. Елімізде жабайыланып жатыр. Синоптиктердің мәліметінше елімізде 30 градусқа дейін аяз болады. Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Ақмола облыстарында ауа температурасы 30 градус аязға дейін төмендеп, 12 наурызға қараған түні бұрқасын болады деп күтілуде. Кей жерлерде тұман, 13 наурызда жел оңтүстік батыстан солтүстік шығысқа ауысып, желдің екпіні секундына 25 метр деп хабарлайды синоптиктер. Қала әкімі Ержан Иманслям жебе қоғамдық ұйымы бастаған челленджді жалғастырды. Наурыз мейрамын тойлау қарсаңында аталмыш акция облыста кеңінен өткізілуде. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерімен қатар қала тұрғындары да бұл акцияны бірден қолдады. Қазіргі таңда қазақтың ұлттық киімін кию үрдісі жақсы дамып келеді. Камзолдар, шапандар гардеробымызда болу керек. Ұлттық мәдени құндылықтарымызды дәріптеуіміз қажет деп жазды Ержан Иманслям өзінің Инстаграм парақшасында. Жарайсыз, өте жарасымды. Тамаша ұсыныс, мен бұл идеяңызды қолдаймын.
Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанат жиһаз үйі. Үйіңізге жайлылық сыйлаймыз. Жанат жиһаз үйі Столплит компаниясынан жайлы әрі сапалы ресейлік жиһазды ұсынады. Кез келген талғамға көзделген қонақжай, жатын бөлмелер, горкалар, ас үйлер, балалар бөлмелері. Сіздер үшін банк арқылы пайызсыз бөліп төлеу, 5% мерекелік жеңілдіктер, жиһазды тегін жеткізу және құрастыру қарастырылған. Бұл гепард, ең жүйрік жануар, ал бұл адам. Ол Столплит жиһазының бағасы туралы естіп қалған. Столплит сіздің қалаңыздағы қол жетімді жиһаз. Сатып алуға үлгер. Көк тайғақтың зардабы жалғасуда. Соңғы күндері қалалық травматология бөліміне келушілер саны біршама артқан. Коммуналшылар көшелер мен жаяу жолдарды тазалағанымен аулаларда тайғанақ. Осы ретте адамдар дабыл қағуда. Сколько дармоедов можно содержать? Голимое зеркало, а не дороги. Но где дармоеды все? В частном секторе убираются. Вот Камзина 364. Вот такой гололед, все блестит. Вот с подъезда, вот крылечко. Все обледенелое. Утром звонила в КСК «Беркут», просила хотя бы, чтобы посыпали песком. Ничего, невозможно. Вот, посмотрите, даже магазин, вот сейчас вышла, еле докарабкалась сюда. Мұндай бейнелер қаланың түрлі аудандарынан келіп түсуде. Кіреберістен шыға салысымен адамдар мұз айдынына тап болады. Темір тұлпарлардың қозғалыс жылдамдығы да төмендеді. Терең тораптар үлкен кедергі келтіреді екен. Ең бастысы басқа көлікті зақымдап алмау. Только скользил, были такие моменты, когда мог я задеть другую машину. Только возле подъездов, а во дворах так не убирают. Только чисто большие улицы, вот Кутузовские, вот эти большие улицы убирают. А во дворах не убирают. Только что да, ушел, чуть не упал. Ну, держался чуть. Колея, вот смотрите какая, сами видите же. Вообще не ура, пусть что-нибудь сделают. Аулалардан қар шығару жұмыстарына пейктер жауапты. Әкімдікте телефон арқылы хабарлағандай, бүгінде мұз жолдарды тазалауға техниканың күші жетіспеуде. Сондықтан тастай болып қалған сораптардың еруін күтуге тура келеді. Айтмұхамбет Айғожа, Артем Боланов, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Адамдар Успен ауданының Таволжан ауылында электр жиі болмай қалады деп шағымдануда. Тәуліктеп жарықсыз отырады. Ал Павлодарда Малайсары Батыр көшесінде кәріздің лас суын үй жанындағы құдықтарға төгеді екен. Ирбис көрермендерін мұндай тәсіл заңды ма деген сұрақ қызықтырады. Осы және басқа да бейне жазбаларды мобильді қосымшадан бірге тамашалайық. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Бебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен-жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Вот, получается, Кутузова 89, 4-й подъезд, 9-й этаж. Что творится в подъезде? Вот, на 9-м этаже. Я здесь вот живу, я не знаю, что, как бы, кто это должен устранять, кто это должен делать. КСК вообще ничего не делает, только деньги берут и все. Бардак здесь на 9-м этаже, вот. Провода висят, я не знаю, какие-то провода. Надо как-то решать уже. Вот тротуар, Естая. Пожалуйста, смотрите. Один раз за зиму почистили, песочком присыпали, а сейчас хоть убейся. Идешь на работу, как фигурное катание. Во дворах я вообще молчу, что творится. Улица Суворова. Сливает септика, отходы в колодец. Хочу спросить, с чего с нас тогда берут такие бешеные деньги? Вот колодец. Сюда вот сливают. Я стою на остановке. Этим дышу. С нас берут такие бешеные деньги за слив септика и просто тупо сливают в общественную, получается, канализацию. Ничего они не платят. Пожалуйста, разберитесь. Успен ауданы Таволжан ауылы. Сутками сидим без света, как только дунет ветер. Многие сидят без воды, без еды. У нас есть некоторые объекты на электроотоплении. За свет мы платим регулярно. На указанных квитанции номера мы звоним, как отключается свет.
нам отвечают, что мы никому не относимся. Если нет хозяина у света, за что мы тогда платим такие деньги, когда сидим, как ветер дует без света? Примите, пожалуйста, меры, акимат. Двор Чкалова, 114/1. Везде одни парковки, ездят машины, ни одной лавочки. Деткам даже погулять негде. Скоро лето, а у нас вот так. Ни игровой площадки, ничего. Ходим кругами вокруг дома. Вон сколько места. Уважаемые чиновники, обратите внимание, сделайте, пожалуйста, для детей детскую площадку. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега Сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен-жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Керемет, таңқаларлық және сәулетті. Мега Сауда үйінде Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсімі. Жарқын, функционалды және ультрасәнді балалар гарнитуралары. Ақшыл, ағаш бітімі бөлмені кеңейтіп, ал әдемі суреттер балаңызға жақсы көңіл күй сыйлайды. Заманауи және тамаша жатын бөлмелер, мұнда олар әртүрлі үлгіде ұсынылған. Дәстүрлі классикадан бастап, ықшамды модерн нұсқаларына дейін. Бір қилы және тиімді ас үй гарнитуралары 30-дан 40%-ға дейін мега жеңілдікпен. Асығыңыздар, саны шектеулі. Ал стильді жұмсақ жиһаз интерьерге әдемілік сыйлайды. Мега Сауда үйі сіздерге сәтті сауда жасауды тілейді. Нәзік жандылардың қолынан келмейтіні жоқ. Мерекелік айдарымыздың кейіпкері солардың қатарынан. Біз өмірдің қиындықтарына мойымаған, тіпті ерлер қауымы шыдас бермейтін, орындарда қызмет жасайтын нағыз батыл әрі көрікті сұлуларымыз жайлы баяндаймыз. Бүгін сіздер Инна Клыгачтың еңбек жолы туралы білетін боласыздар. Ол ауысымға кіргенде кәсіпорын кесушілерінің іркілісі жұмысын қамтамасыз етеді. Вот такие две корзины идут у нас в реторту полные. Это загружается в одну реторту для работы. Инна Клыгач 10 жылдан астам уақыт бойы Еуразиялық энергетикалық компанияның үлкен әрі тату ұжымының қатарында. Ол өндірісте генераторшы қызметін атқарады. Қиындықпен жиі кездеседі. Алайда біздің сюжетіміздің кейіпкері ештеңеден аянбайды. Керісінше ол өзіне қуат алады. Себебі әріптестердің жұмысы оған байланысты. Мы подаем ацетилен резчикам. Біз кесушілерге ацетилин карбид береміз. Олар реторттарға теріп, кейін оған су құйылады. Мұнда да қиындықтар болады. Дегенмен де біз мойымаймыз. Бізде слесарлар бар. Егер бірдеңе істен шықса, олар жөндеп береді. Жұмыстың қиындығына қарамастан, Инна Клыгачтың командасы еңбекқор әйелдерден тұрады. Еуразиялық энергетикалық корпорациясында олардың және басқа да жұмыскерлердің еңбегін ерекше бағалайды. В коллективе нас 10 девочек. Ұжымда 10 қыз біз, ауысыммен жұмыс істейміз. Барлығымызға ұнайды. Инна Клыгач Еуразиялық энергетикалық корпорация акционерлік қоғамының адал жұмыскері ғана емес, кәсіпорынның қоғамдық өміріне де белсенді араласады. Ол өзінің отбасы мүшелерімен станцияның 50 жылдығы құрметіне энергетиктер аллеясын құруға қатысқан. Арнагүл Исабекова, Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Чехов атындағы драма театрда дайындық жұмыстары қызу жүруде. Айта кетейін, ұжым ұзақ уақыттық үзілістен кейін көрерменмен қайта қауышқан еді. Оған дейін халыққа онлайн режимінде түрлі жобалар ұсынған. Маусымның аяқталуына біраз уақыт қалды. Ал әртістер өнер сүйер қауымды жаңа қойылымдармен қуантуды жалғастырмақ. Бірер күн бұрын чеховшылардың алғашқы қойылымы сахналанып үлгерді. Өнер сүйерлер сүйікті қойылымдарына асыға келген. Санитарлық талаптарға байланысты көрермен саны шектелген. Я думаю, что до конца. Наурыздың аяғына дейін репертуар қалыпқа келтіріледі деп ойлаймын. Әлбетте, қойылымның толық көлемде ұсынылғанын қалаймыз. Сәуірдің басында «Два мужа по цене одного» премьерасын сахналаймыз. Бұл қойылым өткен жылдың наурызында берілуі керек еді. Алайда, індетке байланысты жоспарды орындай алмадық. Бұл театрдың 76-шы маусымы. Ол жаздың 1-ші айында аяқталады. Ал Чехов ұжымы осы аралықта Клод Мененің, Оскар және Александр Островскийдің «Свои люди, сочтемся» қойылымдарын ұсынуды көздеп отыр.
Арнагүл Исабекова, Бекбол Мырзахан, Артем Злобин, Ирбис телекомпаниясы. Камила Апекова вице-чемпион. Еркін және арулар күресінен ел біріншілігі Өскемен қаласында мәресіне жетті. Жерлесіміз 50 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Күміс медальмен қоса Камила спорт шебері нормативін орындай алды. Алда спорт жаңалықтары. Дабыл қағып қоғамда өзекті деген қандай мәселелерді көтеру керек? Өз балаларынан қашып алимент төлемей жүргендер бар. Әкелері жаңағы алимент алушы болып танылады. Қылмыс жасауға не итермелейді? Оның жазасы қандай? Заң жайлы не білеміз? Ешқандай сыйақы алуға қазір болмайды. Сыйақы алатын болса, 2 айлық мөлшерден асатын болса, онда қылмыстық жауапкершілік. Әлеуетті құрылым қызметкерлеріне деген талап қандай? Күрес жүргізудің қазіргі тәсілдері қаншалықты нәтижелі? Мәселе шешімін табудың жаңа жолдары бар ма? Учаскелік полициялар тек қана хаттама толтыру және әкімшілік құқық және қылмыстарды ғана ашуға болмайды. Ол тікелей халықпен байланыс жасайды. Жанжалды сот отырысына дейін жеткізбей шешуге болады ма? Қоғам мәмілеге келу мәдениетін арттыруға дайын ба? Сотқа неке бұзу туралы талап арыздар көбейіп кетті. Талап арыздың көбі беретін жастар. Әділдік іздеп жүрген жандар мақсатына жетеді ме? Оларды кім қорғайды? Сенбі күндері бізбен бірге болыңыздар. Кешкі 21:40-та заң мен қылмыс аясындағы барлық тақырыптарға шолу жасап, білікті маманның кеңесін аламыз. Спорт жаңалықтарының демеушісі Бәйтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен Пакистан, Кения және Ташкент жасыл және қара шайларының жаңа топтамасын ұсынады. Мама, чай. Осы Салиха жүгіртіп шаршатты ғой мені. Дәмді шай. Салиха Голд шайы әр түйіршігінде сіз хош иісті, қанық және жұмсақ дәмді сезесіз. Салиха Голд сауда маркасының өнімдерін қала дүкендерінде сұраңыздар. Немесе келесі мекенжай бойынша жүгінуге болады. Павлодар қаласы, Естай көшесі 136 бөлшек 1. Бәйтерек Интертрейд компаниясы. Телефондары 8 776 512 54 34, 8 747 253 48 80. Мұнайшы жастар клубы хоккейшілерінің плей-офф кезеңіндегі қарсыласы белгілі болды. Алғашқы матчта елордалық Барыспен кездеседі. Ойын нәтижесі бойынша павлодарлықтардың келесі кезеңге шығу мүмкіндігі төмен екені байқалды. Чемпионат кезінде Барыс жастары 36 матчта 2 рет жеңіліс тапқан. Сол себепті ұжым плей-офф кезеңіне сүрінбей өтті. Мұнайшы елордалықтарға шабуыл жасағанымен нәтиже шықпады. Кейін қонақтардың қорғаныс шебі әлсіздік танытты. Павлодарлықтардың қақпасына 11 шайба соғылды. Жерлестеріміз тек 2 нәтижелі соққымен көзге түсті. Конечно, ребята расстроены. Әрине, жігіттердің көңілі түсті. Плей-оффтың алғашқы матчында 11 шайба жіберіп алдық. Өз мүмкіндігімізді пайдаланғымыз келді. Хотели начать этот плей-офф с победы, с уверенной победы. У нас был тяжелый 5-дневный тренировочный цикл. Плей-оффтың алғашқы ойынында осындай жеңіске жеттік. Ең бастысы бапкердің нұсқаулығын орындадық. Екінші кезеңде қарсылас шайба соғалды. Барыс серияда 1-0 есебімен алға шықты. Ары қарай өту үшін 4 рет жеңіске жету қажет. Басқа кездесулерде жас Барыс Астананы 5-1 есебімен ұтса, Торпедо қыранға мүмкіндік қалдырмады. 4-1. Ястребі ұжымы Арлан жастарын жеңді. Таблода 5-3. Осы демалыс күндері елімізде көптен күткен футболдан Қазақстанның басты чемпионаты бастау алады. Ал Павлодар облысының командалары өнер көрсететін бірінші лига ойындары сәуір айына жоспарлануда. Ақсу мен Екібастұз Шымкентте жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Кеншілер жолдасы кездесу ұйымдастырып үлгерді.
Жақында ғана бас бапкерін ауыстырған Екібастұз Шымкентте Спарышев пен Якушиннің жетекшілігімен екінші жаттығу жиындарын биік базасында өткізуде. Сырт алаңдағы дайындық спарринг мақсатында аса маңызды. Бұл ретте Мақтаарал командасымен жолдастық кездесу ойнап үлгерді. Екібастұздықтар 3-0 есебімен есе жіберді. Жұмыс қарқын қосуда. Команды, состоящие из... Жақсы команда жиналды. Жігіттер өте жігерлі, көңіл күйде, күресуге дайын. Бұл өте маңызды. Себебі ойыншыларымыздың көбісі жастар. Кәсіби футболдағы алғашқы қадамдарын бастап келе жатыр. Соған қарамастан амбициялары зор. Өкінішке орай, биылғы бюджетіміздің шағын болуына байланысты. Биік мақсаттар қоя алмаймыз. Десе де жас дарындар тәжірибе жинап, алдағы уақытта өздерін көрсетеді. Екібастұз сапында биыл көптеген жергілікті футбол тәрбиеленушілеріне мүмкіндік беріліп отыр. Алдын ала болжам бойынша олар бірінші лига чемпионатындағы матчтарын 3 сәуірден бастап өткізбек. Алғашқы кездесулер еліміздің оңтүстігінде өтеді, ал өз алаңымыздағы матч өткізу орны әлі нақтылануда. Назира Ержанова джиу-джитсуден Қазақстан чемпионатының алтын медаль иегері. Жауынгер ару жеңісін атасына арнаған. Себебі оны бұл спортқа келген сол адам болатын. Назира Ержанова татамиде әсерлі жеңістер сериясына қол жеткізді. Алмагүл Кашинамен бірге 2 алтын медаль жеңіп алды. Алматыдағы жарыс кезінде фулл контакт және клосс контакт атты тәртіптеме ұйымдастырылды. Ел біріншілігінің жеңімпаздарына алдағы басты халықаралық жарыстарға жолдама беріледі. Сол себепті бәсекелестік жоғары. Свою победу я посвятила своему. Мен жеңісімді атама арнадым. Ол 8 жасынан бастап менің тәрбиемен айналысты. Мені барлық әрекеттерімде қолдады. Жарыстар кезінде жанымда болды, қолдау көрсетті. 2017 жылдан бастап мен Қазақстан чемпионымын, Азияның 2 дүркін чемпионымын. Бірақ әртүрлі себептер бойынша әлем чемпионатына қатыспадым. Менің мақсатым әлем чемпионатына барып, үйге алтын медальмен оралу. Наши опытные спортсмены Біздің тәжірибелі спортшыларымыз үмітімізді ақтады, тамаша нәтиже көрсеттік. Алмагүл Кашина, Назира Ержанова үнемі өз салмақ дәрежесінде чемпион атанады. Әрине олар команда жетекшілері, жас спортшылар да жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Облысымыздың атынан жауынгер клубы, Павлодар мектебі және Екібастұздан 10 спортшы қатысты. Команда тәлімгері және еңбек сіңірген жаттықтырушы Дәулет Әлжанов үшін бұл өте маңызды турнир болды. Себебі ол бір кездері жауынгерлік бөлімде чемпион болған. в Казахстане под термином джиу-джитсу культивировалось разные направления. Қазақстанда джиу-джитсу терминімен жекпе-жектің көптеген түрлері дамыды. Олар жарыстың форматы мен ережелері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. Бұл іс жүзінде дұрыс емес. Бұрынғы Кеңес одағының аумағында джиу-джитсу 30 жыл бұрын болған. 80 жылдың соңында ол жауынгерлік бағыт ретінде дамыды. Әйелдер арасында Екібастұздан келген жас спортшы Жансая Тұрмағанбет 2 күміс медальге ие болды. Есімхан Бекенов пен Марат Омаров та бір қола медальден. Жақын уақытта аталмыш эстафетаны ересектер мен ұлдар қабылдайды. Ел біріншілігі сәуір айында Екібастұз қаласында жоспарланған. Спорт жаңалықтарының демеушісі Бәйтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен кез келген талғамға сай керемет чай. Бүгінге осы барлық өзекті жаңалықтарды erbis.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларға жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Жүргізушілерге киім сұнған Lamberti ерлер киім салоны.